Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай орындыққа чехол тігудің әдісін үйрететін боламын. Сабағым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен орындығымыздың сызбасын сызып, оның өлшемдерін алуды көрсететін боламын. Ол үшін орындықтың суретін саламыз. Енді алдың өлшеміз осы жерменде 46 сантиметр, 2 сантиметр тігіске қостым. Жаны 41 сантиметр, 2 сантиметр тігіске қостым, яғни 43 қылып алдым. Енді арқасын есептеу үшін алды артына дейін толық есептеп аламыз. Ол менде 110 сантиметр болды. Енді кейбір орындықтардың арқалығы дөңестеу болып береді ғой, қай жері биік, яғни сол жерден өлшеп аласыздар. Енді етегінің размері ол әркімнің өз қалауына қарай. Мен 10 сантиметр ғана алдым, өйткені маған ас бөлмемдегі орындық болғандықтан. Енді айналып шығу үшін етегінің жаңағы 10 сантиметр алдым ғой, оның ұзындығын 180 қылып алдым. Жалпы өлшемді сызып көрсететін болсам, 160-та 48. Бұл орындықтың үстіңгі өлшемі. Енді етегі 180, яғни артығымен ала салдым, артығын қиып саламыз. Жаны 10 сантиметр, мен 2 сантиметрді тігіске жібердім. Мінекей, осында 2 матағана өлшеп аласыздар. Мынау менің жаңағы 48-де 160 өлшемдегі матам, королевский вилер. Енді кез келген матаны қолдансаңыздар болады. Енді нағыз осының 5 подклада королевский вилер деген болады. Нағыз сол мата орындықтың осындай чехолдарына тігуге арналған. Мынау мендегі жаңағы 12-де 180 размердегі етегіне арналған матам. Бұмен әзір жұмыс жасамаймыз. Бірінші, мынау 160-та 48 өлшемдегі матамен жұмыс жасаймыз. Одан кейін қайшы және резинка керек. Енді бірінші орындығымыздың үстін тігіп алатын боламыз. Яғни оның үстін болғанда арқалығына қалташа сияқты киілетін қылып жасаймыз. Ол үшін бізде жаңағы орындығымыздың үстіңгі өлшемі 43 сантиметр дедік қой. Сол 43 сантиметрді есептеп алып қаламыз. 43 сантиметр. Сол жерге әкеп, анау екінші басына әкеп түйістіреміз. Яғни бұл біздің 43-тен бөлек өлшем, қалған жер ол біздің орындығымыздың арқалығы. Мінекей осы жерді сол ұзына бойына тігіп шығамыз. 43 сантиметрге дейін, яғни тігіп шығамыз. Кәдімгідей лапка бойына тігіп өтеміз. Осы жерден әр қарай алып, тігіп шығамыз. Дәл солай екінші жағында да тігеміз, оны да көрсететін боламын. Әдемілеп тігіп өтеміз. Енді бұл матаның кез келген түрі осы орындыққа чехол тігуге жарайды десе де болады. Ең бастысы сусылдаған маталардан болмаса болғаны. Кез келген матамен басқа тіге беруге болады. Яғни мен жаңағы етегін қысқа алғаным, айтып кеттім ғой, ас бөлмесіне болғандықтан оны қысқа алдым. Енді қонақ бөлмесіне тігетін болсаңыз, қонақ бөлмесіндегі орындыққа тігетін чехол болса, онда оны ұзын алып, оның астына бахрама жалғауыңызға да болады. Әр қарай түрлі өз фантазияңыз бойынша сәндей беруге болады. Міне 43-ке дейінгі өлшемді тігіп алдым. Дәл солай екінші жағында тігіп өтеміз. Яғни 43-ке дейінгі жерді ұстап аламыз да екінші басын әкеп түйістіреміз. Яғни орындықтың арқалығына қалта жасаймыз. Мінекей осы жерден әр қарай тігіп өтеміз.
әдемілеп аккуратно лапка бойымен тігіп шығыңыздар. Енді жалпы маталардың өлшемдерін тағы да қосымша мен описание бөлімінде астында жазып кететін болам. Егерде қосымша сұрақтарыңыз туындап, түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрап шығу үшін мен номерімді да астына қалдыратын болам. WhatsAppқа кіріп, сұрасаңыздар, жауап беріп, көмектесетін боламын. Енді орындыққа чехол, бұл өте әдемі, сәнді және де орындығыңыздың кірлемей тазалығына да өте жақсы. Сондықтан да өте оңай, көп уақыттарыңызды алмайды. Бір чехол тігуге әрі кетсе бір 15 минут уақыт алады. Сондықтан да ерінбей тігуге мен сіздерге кеңес беремін. Енді осылай тігіп алдық. Енді жаңағы арқалығының екі жанын, яғни қуысын шығарамыз. Оны қалай істейміз? Оны жаңағы тігіп кеткен тігісіміз бар ғой. Мінекей осылай қалташа шықты. Енді тігіп кеткен қуысымыз бар ғой. Сол қуысымыз тігіп кеткен жерімізден, яғни қуыс шығарамыз. Мінекей. Міне осылай тігістен 1,5 сантиметр шамамен құр шетінен жүріп өтеміз. Лапка бойымен емес, лапканың ортасына жүріп, яғни 1 мм өлшемде жүріп өтеміз шетінен. Бір жақ шетінен, дәл солай жаңағы тігістің екінші жақ шетімен де жүріп өтеміз. Бірақ жаңағы тігіп келе жатқанда шамамен ұшына 5 сантиметрдей жеткізбей тастаймыз. Қазір неге 5 сантиметр жеткізбедік, оның да несін көрсететін боламын. Себебін мінекей осы жерге дейін тігіп өтеміз. Яғни асты тігіліп кетпесін, астындағы маталар қоса тігіліп кетпесін, астын қарап отқан дұрыс. Мінекей тігіп шықтым. Енді тура солай екінші жағында тігіп өтемін. Жаңағы тігістің екінші жағынан жобамен 1,5 сантиметр өлшемде. Енді негізінен жаңағы осы қалташаны жасамас бұрын матамыз ұзын жазылып тұрған күйінде осы тігіске 1 сантиметр жіберіп, одан кейін 1,5 сантиметрді бөлек сызып кетулеріңізге болады. Осылай тіккен кезде сол сызық бойына жүре беру үшін. Бірақ енді мен өзім көз мөлшерімен ала алатын болғандықтан мен олай сызбадым. Енді сіздерге сызып дайындап алуға кеңес беремін. Әбден машықтанып үйреніп алғанша сызып алған дұрыс. Сонда шатаспайсыз, бәрі түзу орынды болып шығады. Мінекей, естеріңізге салып кетейін тағы да, лапка бойына емес, жаңағы бүктелген жер бар ғой, соны ұшынан ғана тігіп өтеміз. Бір жағын тігіп өттім. Дәл осылай екінші жағында тігетін болам. Сол кезде бізде екі жанында кішкене бұрыш шығады. Мінекей. Осылай көрдіңіздер ме? 3 сантиметрдей осылай жанын шығардық біз орындықтың. Дәл солай екінші жағында да тігетін боламыз. Екі жақ жанынан 1,5 сантиметр өлшемінде. Оны да тіктік. Енді біздегі келесі жұмыс ол анау орындықтың ең басындағы бұрышын шығару. Ол үшін жаңа 5 сантиметрді жеткізбей тігеміз дедік қой ұшына. Сол жерді қиғашын осылай тігіп кететін боламыз. Болды, сол кезде біздің орындығымыздың басындағы екі бұрышы шығатын болады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай жүріп өтеміз. Дәл солай екінші жағында тігіп кететін боламыз. Мінекей, осы жеткізбей тіккен жерімізге тура осылай тігіп шығамыз.
оны артық жаңағы бұрышталып тұрған жерін қиып алып тастасаңыздар да болады, алмай-ақ тұра берсе де болады. Енді осы жаңағы бұрыш жасадық қой, ұзына бойына екі жағынан 1,5 сантиметрден тіккен жеріміз. Соның ортасындағы тігістің үстімен сәл жиырып резинка тігіп кетсе де болады. Жиырылып тұру үшін, ана үстіндегі формасы көріну үшін. Мінекей, мына жері қалташа, жаңағы тіккен қалташамыз. Оның жаңағы жаны міне бұлай түсті, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Үш тігіс сияқты болып шықты. Енді біз келесі жұмысымыз мынау етегіне жаңағы қосымша сызып алдық қой матамыз. 180-де 12 размердегі. Міне сол матамызды осы етегін айналдыра, осы матамен жүріп шығатымыз. Айналып тұрып жүріп өтеміз. Осы артын, жанын, алдын. Енді оны айналып шықпас бұрын біз жаңағы матамыздың, орындығымыздың бұрыштары тігемес кішкене дөңестеу келеді ғой. Сол бұрыштарын бір-біріне келтіріп, айналдырып шығамыз. Мына жерде мен кішкене матамның кішкене 1-2 сантиметр тастап кеттім. Өйткені қазір ана екінші басын тігіп келген кезде артық жері болса қиып тастап, екеуін біріктіруім керекпін ғой. Сол үшін 2 сантиметрдей орын тастап, одан кейін барып бастап тігіп өттім. Өйткені қазір бір-біріне, мінекей, біріктірген жерінде ұзына бойына жүріп өтеміз. Мінекей, мына шетін бір-біріне біріктіріп, шамаларыңыз келсе, сіздер осындай бұрыш шығаратын линейка немесе бір кесенің, тарелканың бұрыштарын қойып, домалап кесіп шығуларыңыз болады. Мен маған ондай қажет емес, көз жабамен ойып алып шыға берем. Осылай дөңестеу ғой шеті. Сондықтан да мен осылай қиып алып шықтым. Енді осыны айналдыра жүріп өтеміз. Мінекей. Жаңағы біріктірген жерде басып өте беріңіздер. Бірақ жаңағы тым шеткері болып кетпесін, әдемілеп ұшын келтіріп алыңыздар. Тура осылай. Мінекей, жеттік. Жаңа 2 сантиметрдей тастаған жеріміз. Енді осыны бірінші тігіп аламыз, осы екі ненің ортасын, сосын кейін қайттан әрі қарай жүріп өтеміз. Мінекей, кішкене артылды. Мен әдейі артығырақ өлшедім, өйткені ол королевский велюр матасы көбінде ол өлшеммен алдайды. Бүйтіп айналдырып шыққанда кішкене жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан да мен артығырақ ала берем. Енді осы екі матаны бірінші біріктіріп алам, сосын кейін қалған жерін үстінен жүріп шыға салатын боламын. Осы жерді біріктіріп тігіп өтеміз. Матовый велюр матасы сияқты емес, кішкене королевский. Бір қойған орында тұра қоймайды, сусылдай береді несі. Беті жылтыр болғандықтан. Бірақ ұстау көтеретін мата. Мінекей, жалғап алдық. Енді қалған жерін біріктіріп кетеміз. Мінекей. Ендігі жұмыс бізде резина тігу етегіне. Етегіне резина тікпес бұрын бірінші бір қайырып алам. Немесе бірден әрі қайырып, әрі резинаның үстіне қойып тігіп кетулеріңізге де болады. Бірақ мен өзім бірінші қайырып алып тігіп шығам, бір қайырып, айналдырып. Мынау етегі. Енді бір қайырып алып шыққам. Негізі резина салмаса да болады. Жаңағы бақрама айттым ғой. Бақрама салып, түрлі сәнде заттар салып болады.
Бірақ негізі резина салуға кеңес берем, өйткені сол кезде орында жылжымайды. Жаңағы чехолымыз сол сіздің кигізген бетінде сол қалпында тұрады. Мінекей біз мен жаңағы етегін айналдырып шықтым. Енді осы жерге резинаны салып, естеріңізде болсын, резинаны қатты тарта бермеңіздер тіккенде. Жай ғана тартсаңыздар жетеді. Сәл жиырылып тұрса болғаны. Ол тым қатты тартып қажет емес. Сәл тартып отырып, осы бойдан тағы да жүріп өтем. Резинаны айналдырып етегіне салып шығамын. Мінекей, тура осылай. Мінекей, қатты аса жиырмай, тартып, қатты аса жиырмай, сәл ғана тартып, айналдыра тігіп шықтым. Міне, осымен біздің бір жастыққа чехолымыз бітті. Көп уақыт қажет етпейді. Жылдам 15 минутта тігіп шығуға болады. Әрі бір тіккеннен бәрі орынды шығады. Мінекей, енді кигіземіз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, жинақы, нағыз ас бөлмесіне арналған чехол болып шықты. Сабағым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі сабағымда кездескенше.